Барлықтарыңа сәлем. Гүлдер әлем каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Асем. Мен Батыс Қазақстанда тұрамын. Бүгінгі түсірілімдерде сіздерге қияр өсіру әдісінің бір түрін, яғни биыл 2020 жылда қалай бір бағытпен өсіруге болатындығын туралы көрсетемін. Мен мына жерде көріп тұрғандарыңыз жылыжайда өсіп жатқан қияр. Көріп тұрсаңыздар, міне жайлап қиярымыз шығып жатыр. Міне жапырағына қарамаңыздар, себебі жылыжайдың іші өте ыстық. Мен осы отырғанда әрең отырмын. Ыстық парға кіргендей боласыз. Өте ыстық, сол себепті жапырақтар кішкене мынандай болып қалған, бірақ бұл кешкі тамақ қайтадан орнына келеді. Су болса да, ол солай өзінің қайтадан орнына келеді. Яғни ыстыққа кішкене осылай сәл жапырақтары салбырап қалады. Енді сіздерге ол туралы емес, мен сіздерге қалай бір бағытпен өсіру туралы көрсетемін. Көріп тұрсаңыздар, міне қиярымыз яғни байлаулы тұр. Мен ас жағын қарасаңыздар, міне ас жағынан бастап байладым. Содан кейін міне уже екі қияр, одан кейін екі қияр, одан кейін екі қияр. Және де осылай кете береді. Міне көріп тұрсаңыздар, міне 1 метрден бойы асады. Енді сіздерге бұны қалай бір бағытпен өсіресіздер. Бұл кәдімгі сорт, яғни бұны бір бағытпен өсірген кәдімгі сорт емес. Яғни бұл гибрид, сол себептен бұны бір бағытпен өсірген дұрыс. Ал егер де жаңа ара тозаңдандыратын сорт болса, онда ода керісінше бір бағытпен өсіру оған тиімсіз. Ол яғни далада еккенде қалай өседі, солай өсірген жақсы. Ал гибридтерді де өсіруге болады даладың кезінде, бірақ тездетіп өніп алғыларыңыз келсе, осылай бір бағытпен өсірсеңіз сіздер өте тиімді. Міне көріп тұрсаңыздар, мен мысалы қияр шығып тұрған кезде, міне арты жанынан мынандай қияр шықса, егер мынандай бір сабақтар артық, қызанағымыз сияқты сіздер көрсетейін. Міне көріп тұрсаңыздар, басы. Яғни бұл уже бізге қажет емес. Яғни бұны біз кесіп алып тастаймыз. Көріп тұр ғой, алып тастаймыз. Яғни бір бағытымыз кетті. Міне алып тастадық. Міне көріп тұрсаңыздар, мына жерде қиярын алып тастаймыз. Және де мына жерде дұрыс көрінбейді, қиярлар толып тұр, оны да алып тастаймыз. Енді сіздерге не айтайын, бұл жаңа артық жапырағын лақтырмайсыздар. Бұны сәл мына жерде асты кепкеннен кейін суға салып қойсаңыздар, 5-6 күнде, тіпті 4-5 күнде тамырланып, бұнда егіп, тағы да артық қияр алуларыңызға болады. Яғни осылай жаз бойы осы сабағын алып істеп отыруыңызға болады. Егер қалдыратын болған жағдайда, бұл жерде егер қалдыратын болсақ, мынаның үсті бір бағытпен өспей, жан-жағына жапырап, мына қиярларымыз шықпай қалады да, осы күйінде қалып қояды. Сол себепті жандан алған дұрыс. Енді мен сіздер біреуін көрсетейін. Міне көріп тұрсаңыздар, біреуі міне өте үлкен болып өсіп кетті. Бұны біз не істейміз? Бұны біз алмай қойымызға болады, бірақ міне бір қияр бар, және де екі қияр бар. Мына жерінен алып тастаймыз. Яғни бұл одан әрғай уже өспейді. Міне көріп тұрсаңыздар, әрғай өспейді. Яғни мына екі қиярымыз ғана дамиды, одан әрғай өспейді. Одан кейінгі себебі біз тамырлатсақ, бұның мына жері слишком үлкен. Сол себепті керек емес. Енді қараңыздар. Так, ас жағында мына жерінде сәл біреу бар екен, оны алып тастаймыз. Мына жеріндегілер де бар, міне көріп тұрсаңыздар. Міне. Бұларды не істейміз? Бұларды да алып тастаймыз. Яғни мына мұртшасы да керек емес. Негізі мұртшасы да тағы дополнительный жаңа қоректендіруге алады да, бұл да өсіруімізге кедергі жасайды. Сол себепті мұртшасын да алып тастағаныңыз барынша тиімді. Және де бір бағытпен өсірген кезде ең астында қияр шыға бастағаннан кейін бір-бірлеп мынандай жапырақтан алып тастай бересіздер. Яғни қиярымыз уже дамыды. Бұл жапырақтың уже пайдасы қажет емес, сол себепті алып тастағаныңыз дұрыс. Мына кеше жаңа сыйвырткі не шашқам сөзе кішкене күйіңкіріп кеткен ба. Енді қараңыздар. Міне көріп тұрсаңыздар, міне мына жерінде алып тастаймыз. Және де міне тағы көріп тұрсаңыздар, тағы да міне артық сабағы тұр, оны да қиып тастаймыз. Яғни қиярымызды тез жеу мақсатында. Сіздерге бұл бір бағытпен өсіруді ғана көрсетіп жатырмын. Мен сендерге істе немесе істеме деп айтпаймын. Өзім мен қалай бір бағытпен өсіріп жатқандығын туралы сіздерге көрсетіп жатырмын. Яғни міне көріп тұрсаңыздар, қияр, яғни бұл бір-бірлеп шығатын осындай қиярымыз. Одан кейінгісінде де бар, міне тоже бір бағытпен өсіріп жатқаным.
Тағы да көрсетейін, міне тоже осылай. Яғни бәрі бір бағытпен өсіріп жатырмын. Ал далада мен даладағыларды олай байламаймын. Қалай өседі, солай өсіремін. Ал гибридтерді кішкене байлауға тырысамын. Ал сорттар болса, жаңа аран тозанатын. Оларды жаңағы енді өсірейін деп жатырмын оларды. Себебі оның тұқымы болмай, енді жаңа болады. Араның негізі тозанданған қияры тұздауға өте жақсы. Ал мына гибридтер кішкене жеуге, салаттарға өте жақсы. Сол себепті гибрид деп не айтамыз? Гибрид деп көз түсінбей атады. Не гибрид деген не ол деп? Гибрид дегеніміз F1 деген жазуы бар нәрсе болса, ол гибрид. Ол гибрид деген химикат жаңа атағы да бар нәрсе емес. Ол жаңағы мысалы бір сорт пен екінші сорттың екеуінің мысалы біреуінің сопақша тәріздесін алып, біреуінің жаңа бұдырлығын алып, екеуін қосқан кезде бір жаңа қияр шығады. Соны мысалы гибрид деп атаймыз. Мысалы мынау бірі Гоша деген несі өте тұқымда 5-ақ штук болады пачкеде. Гоша деген, Гоша деген бар. 600 теңге ма сондай тұрады деймін бір пачкасы. Бірақ ішіне 5-ақ штук болады. Сол 5 штуктың 4-еуі шықты, 5-тен 4-еуі шықты, иә. Бірақ өте жаз бойы ешқандай ауырмайды да, бір жақсы жері қиярды үздіксіз бере береді. Мысалы сіз 50 теңгенің пачкасын 10 алсаңыз, сол ақша шығасыз, бірақ ona біреуі де шықпайды. Лучше осылай қымбатына бір алғаныңыз тиімді. Ара да жақсы негізі. Араны жаңа айтқанымдай сорттауға, тұздауға өте жақсы. Олар кішкене сорт болғасын, жыл сайын әжелеріміз қолданып келе жатқан, аналарымыз қолданып келе жатқан сорттардың бірі. Гибрид дегеніміз осылай тез өнім алу мақсатында ғана еккен жақсы. Одан кейін сіздерге көрсеткендерім, міне қиярларым бәрі сол жаңа суарсам да осылай ыстыққа кішкене жапырақтар салбырап кетеді. Бұларымыз алдындағыдай китайский гибридтарымыз. Бұларды да кеше байладым. Яғни бұларды да мен бір бағытпен өсіремін. Яғни салат жеу мақсатында бұларды да жайлап қайырып шығып бастап жатыр. Бұларды кешке мен сары сумен қоректендіремін. Оны да сіздерге көрсетемін, қалай қоректендіретін туралы. Бұларды мен кеше жаңа немен қоректендірген жоқпын. Ашытқымен қоректендірген жоқпын. Себебі бұлар өсіп тұрған қиярлар, бұларға қажет жоқ. Егер өспей жатса, ана қиярды ашытқымен қолданған дұрыс. Солай. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар, барынша жауап беремін. Лайк басыңыздар. Сұрақтар қойыңыздар, почтаға жазыңыздар. Түсінбей жатсаңыздар, міне. Біздер де осы қияр жайлап бастап жеп жатырмыз. Алдында майдың аяғынан бастап осы қиярларымызды жайлап салат қылып жеп жатырмыз. Менде жылыжайымда ондай капельный полив деген жоқ. Себебі су алыста, тем более мен жылыжайым өте кішкентай. Сол себепті ондай көп не қажет емес. Сау болыңыздар.